Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Қазақстандық әйелдер зейнетақы төлемдерін рәсімдеуге дайындала алады. Ал 2027 жылғы 1966 жылдағылар оларменен бірге келе жатқан жылы 1963 жылғы болған ерлер зейнетке шығады. Мемлекеттік бюджеттен және де бұрынғы жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетке тағайындау үшін халыққа қызмет көрсету орталығы құжаттарды туған күніне 10 күн қалғанда тапсыруға болады. Сондай-ақ заңға сәйкес 5 және де одан да көп бала туған және де оларға 8 жасқа дейінгі тәрбиелеген әйелдер 53 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетке төленерді алуға құқылы. Ал базалық зейнетақы оларға жалпы зейнеткерлік жасқа толғанда тағайындалады. Зейнеткерлік жастың өзгеруін қашан күтуге болады? Сонымен қатар 2018 жылға дейін қазақстандық әйелдердің зейнет жасы 58 жас болғанда еске сала кетейік, кейін 10 жыл сайын 6 айдан қоса отырып кезең-кезеңменен арттыра бастады. Осылайша 2019 жылы олар 59 жаста, 2020 жылы 59,5 жаста және де тағы да басқалар зейнетке шығады. Ал 2023 жылдан бастап Қазақстан әйелдерінің зейнет жасын көтеруге 5 жылдық мораторий енгізу туралы шешім қабылдады. Осылайша 2028 жылға дейін қазақстандықтар әйелдер 61 жаста зейнетке шыға береді. Одан кейін тағы 4 жыл бойы елдің әйелдері қауымменен еңбек демалысына шығу жасы 2031 жыл 63 жасқа жеткенше жоспарлы түрде артатын болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өгеде ақпараттар сіз үшін қызықты болса арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.